Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым әрі қолжетімді заттардан жасалатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бізге қажетті заттар осылар. Картопты жуып тазалап, осылай күштен өткізіп аламыз. Бұны ең соңында салаттың бетіне әсемдік үшін қоятын боламыз. Күштен өткізіп алған картопты осылай кептіреміз. Салфеткаға қойып, кейіннен майға қызартып қуырып аламыз. Кейін қиярды дәл осы видеодағыдай қылып турап аламыз. Қызанақты да дәл осы видеодағыдай қылып турап аламыз. Қайнатылған жұмыртқаны да дәл осы видеодағыдай қылып турап аламыз. Шұжықты да дәл осы видеодағыдай қылып, жіңішке қылып тураймыз. Барлығын турап болған соң консервідегі горохты саламыз. Дәміне қарай тұз және майонез қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Салат дайын, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Құрамына да көп зат кетпейді және жасалуы да өте қарапайым. Сізде жасап көріңіз, сізге де ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Және тіркелген соң қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз.